Ассалаумағалейкум құрметті қазақстандықтар, ассалаумағалейкум құрметті қазақ тілді тыңдармандар. Мінекей мен бүгін Біріккен Араб Әмірлігіндегі 7 шілдеде Біріккен Араб Әмірлігіндегі Дубай қаласының World Trade Center'ына келіп отырмын. Бұл халықаралық сауда орталығы дейді. Осы жерде орналасқан бүкіл әлемге белгілі ең үлкен деген ақпарат агенттіктері, заңгерлік мекемелер, жаңа адвокаттық орталықтар, консалтинг компаниялардың көбісі осы жерде орналасқан. Соның ішінде бірнешеуімен бүгін келісім шарттарға қол қойылдық. Бұл ақпарат ауысу және бағаларын келістік. Өздеріңіз білесіздер, шетелде бірде-бір ақпарат тегін жүрмейді. Оның бәріне біз ақы төлеп отырамыз, ақпаратты алу үшін. Кім, қайда, қашан. Негізгі мақсатымыз бұл қазақстандық шенеуніктер. Олардың қыбырлаған, сыбырлаған, жыбырлағанның бәрін беріп тұратын болды. Қашып құтылмайсыңдар Бақытжан Көпбаевтан. Дубай енді сендерге тыныш жер емес. Барлығы заңды болады. Енді алдында бір шенеуніктер, сен Дубайда не істеп жүрсің, анау жас қатынмен жаңағы Жәлеппен деген кезде мен ондаға барған емеспін, болған емеспін деп өтірік соғып еді ғой. Естеріңізде болса, өзінше мені жала жаптырып сотқа бермекші болған. Мен сол кезде осы біздің Біріккен Араб Әмірлігінен арнайы алған қағазымды жаңағы сотқа апарып көрсеткен кезде, оны мен анау маған көрсет, кім берді саған ақпаратты дейді. Мен міне саған беремін, оны мен бермеймін ешкімге. Сен егер өзің сөзіңде тұрмадың деген дәлелдеп берсең, онда сен сотта ұтасың. Ұтамайсың ғой бірақ. Неге? Өйткені ақпарат дәлелді, мен оған төлеген болатын, соттан ақпаратты мен апарып сотқа көрсеткен кезде сотта бет көрді де басын жайғап қоя салды. Білмеймін ғой, кейбір адамдар ойлайды, сөйтіп жаңағы бәлеқорлық жасап айқай шуғысам тынышталып қалады деп. Қолдарынан келмейді. Бұны ақпараттың түбірі Біріккен Араб Әмірлігінен шығып жатқаннан кейін ол халықаралық соттарға да өтіп кетеді. Сондықтан Қазақстанның соттары өзіне көп артық нәрсе ала бермейтіні рас. Кімді сатып алсаң да ол ары қарай жүрмей қалмайды. Сол сияқты өзге нәрселерді де біз қазір бәрін реттеп алдық. Дубайда көптеген кәсіпкерлерді лақтырып Қазақстанға қашып кеткен Қазақстандағы типа бизнесмендер бар. Қазір бірнешеуінің үстінен қағаздарды беріп жатыр, дайындап жатыр. Барам, әрқайсың жеке-жеке тауып алам. Жеке-жеке тауып алам, сосын сөйлесе береміз. Сендер тапқан екенсіңдер, бұл жаңа бүкіл әлемде лақтырып Қазақстан қашып, Қазақстанды лақтырып Дубайға қашып жүрген. Ол болмайды. Егер біз бүгін күннен бастап заңды, дұрыс өмір сүруді бастамасақ, онда ертең күнге ешқандай үмітті қалдыруым керек жоқ. Бүгін лақтырайын, ертең көреміз деген болмайды. Сосын және де осының барлығын көріп отырмын. Көптеген қазақстандықтар осы жерге келіп те алданып қалып жатыр. Олардың да құқықтарын қорғауға, мүмкіншіліктерін жаңағы алданып қалып, басқа бір болмайтын адвокаттарға, болмайтын контораларға барып қалып түсіп қалмаңыздар дейміз. Бізден сұрасаңыздар, мен айтамын, қай консалтинг компаниялар, өйткені бұлар сенімнен өткендері бар. Жақсы жұмыс істейтіндері бар, бір жақты істейтіндері бар. Жаңа тек сізді ме сізді? Бұл жерде заң шындығын айтқан кезде бізге қарағанда қайда әділ. Сондықтан қорықпаңыздар. Кімнің жаңа құқығы шектеліп қалған болса, соларға көмектесуге дайынбыз. Кейбір әйел адамдар келеді де осы жерде жаңа байынан ажырасқандар, я болмаса жақында ғана бір басында проблема болып келгендер осы жерге келіп бір енді жаңағы бір сүйкімді деген үндістерге ме басқаларға ғашық болып қалады. Сөйтіп махаббат болып барады да, ол аппаратты бір 10 шақты еркектің астына салып жібереді. Сонымен ойбайлатып тұрып оны зорлайды. Ол айқайлап шулап полиция келеді, оның өзін қамап жібереді. Өйткені басы бос қатын біреудің үйіне барып, ол жерде жаңағы жыныстық, ойнастық, басқа нәрселер жасауға болмайды. Заң сондай. Бірақ көбісі білмей сотталып жатады. Өзін зорланады, тағы да сотталады. Сондықтан сақ болыңыздар деймін. Жаңағы шетелде жүргенде негізгі ондайға құмар болмаған жақсы. Еркектерге де, әйелдерге де. Еркектер де сондай. Жаңағы ойбай қара қызды да көрейін, үндіс қызды да көрейін, ойбай ананды көрейін, мынанды көрейін деп ақшасын сарып қылып барады да, ұсталып қалып, кейін ойбайлап жатады, ақшалардың бәрін қалтасынан тастап. Заңды бұзбаған жақсы шетелде жүргенде. Бұзғың келсе Қазақстанда да жетеді ғой. Бұза көрсі жерде. Мен айтпағым сол. Одан кейін тағы да қаржы қазір пирамидаларын түсіп қалып қиналып жатқан қазақстандықтар ғой. Айналайын қазақстандықтар, мен үнемі айтамын, осы тағы да айтамын сіздерге. Бұл капитализм. Капитализмде бір адамға қарыз беруге болмайды. Көптеген дамыған елдерде сен қарыз берген үшін соттап та жібереді. Өйткені ол лицензиялатын банк жүйесінің жұмысы. Сен оған араласуға болмайды. Қарыз бермеңдер. Мен де айтамын бәріңізге. Бірақ қарыз алыңыздар. Берсе ал. Қарыз берме. Беретін бе қарыз? Онда сол қарызды ұмыттым деп, қайтармайды деп барып есептеп бер. Бүгін күнде Қазақстанда да
көптеген адамда жаңағы нотариусты пайдаланып мынанша қарыз, ананша қарыз деп жаздырып алып, бәрін періп, соттатып, қарызға кіргізіп жіберіп жатқан жағдайлар өте көп. Мен осымен келіспеймін. Мен ойлаймын, Қазақстанның жаңа Ерұлан Жомабаевқа айтамын, Ерұлан, енді сен өзің президенттің ең сенімді азаматтарының бірісің ғой, басың істейтін жігітсің. Осыған өзгеріс енгізуің керек. Егер біз қарыз бергенді бір-бірімізге тоқтатсақ, сонда қаржы саласында қылмыстардың көбісі тоқталады. Одан кейін жаңа акционерлік қоғам болсын, инвестиция жасау болсын, осының бәрін егжей-тегжейлі істеу керек. Жағдайы қиналған адамдар қаржы алаяқтарының қолына оп-оңай түседі. Өйткені ол бейшара өмірден үмітін үзіп жатыр, қиналып жатыр, жағдайы қиналып жатыр. Ақшасын не істерін білмейді. Дәл сол кезде алаяқтар жанына келіп құлағына сыбырлайды, ол бейшаралар соңғы ақшасын қарызданып барып, тағы қарыз алып барып беріп жібереді де қораға таза кіріп кетеді. Қазақстандықтар, тағы да айтамын, бұл капитализм. Капитализмде бір адамға бір тиын қарыз беруге болмайды. Бересің бе, көмектескен адам сияқты бер. Қайтарса рахмет те, қайтармаса іздеме. Берме өйткені. Мінекей сондай жағдайлар өте көп. Біз жұмыс істеп жатырмыз. Рахмет, келісімдер жақсы болды. Жалғыз Біріккен Араб Әмірлігі емес, Біріккен Араб Әмірлігінде біз қазір бірнеше елдегі ақпарат көздерімен де келістік. Соның ішінде Үндістанмен де келістік. Осы жерде Үндістанда бұдан былай қазақстандықтардың қандай проблемалары болады, шықсаңыздар болады. Біз оларды шешуге көмектесіп береміз. Жаңа белгілі жерлерге жібереміз. Өкіметтегі істейтін жаңағы консулдықтардан, посолдықтардан көптеген шетелдерде адамдар үміт артады да ақырында станция қойып қалады. Кеше көрдіңіздер, комментарий астында жазып жатқан адамдар. Олардан үмітті жоқ, қайырды жоқ. Егер әрине байдың баласы болсаң, астында миллионер, Астанадан біреу звондап, пәленше, түленше, ананы үйтсейші, менің балам еді, менің немерем еді, анау еді, мынау еді десе, онда сені қорғайды. Қарапайым адамның қорғалу өте қиын. Сирек кездеседі адал жаңағы елшілер. Біздің Қазақстанның консулдықта істейтіндері сирек кездеседі. Бірақ бар. Олар да бар. Олардың бәрі жаңа жаман деп болмайды. Көпке топырақ шашпай ақ қойсақ та болады. Мінекей сондай жағдайлар өте жақсы өтті. Бүгін соңғы күніміз. Алла бұйырса, ертең бет аламыз. Қазақстанға кеп қаламыз деп ойлаймын. Келгесін 1-2 күн өзімізге келіп алып, жұмысқа кірісеміз. Жоспарымызда біз өткен май айындағы үлгермеген, мамырдағы үлгермеген аудандардың бәрін қамтып өтеміз. Уайымдамаңыздар. Бақытжан сөз берді ме, орындайды. Бірақ қазір бір жоспарда бар, Жетісу және Алматы облысына шығып кетсек па деген. Сол жақты бітіріп алсақ, 10-11-не дейін. Кейін өзгенің тағы да ұра берер едік. Сол айтпағым болған. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев. Одан кейін жаңағы қашып жүрген адамдар. Мен тағы да айтам, кеше де айтқандығым. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірлігінің арасында бір-біріне адамдарды, жаңа тұтқындарды ұстап беру деген келісімшарт 2009 жылдан бері бар. 2011-де ратификациядан өтті. Сондықтан ақша ұрлап қашқан болсаң, басқа жерде ізде. Бұл жер қауіпсіз жер емес. Сау саламат болыңыздар. Бай қуатты болыңыздар.